Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге жұмсақ болып дайындалатын бөлкелердің рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлық керекті заттар видеоның астында описаниеге жазылған. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Міндетті түрде жылы болуы қажет. Қатты ысы емес. Үстіне ашытқымызды салып, жақсылап араластырып, үстін жауып 15 минутқа алып қоямыз. Содан соң үстіне сары майымызды құямыз. Екі жұмыртқамызды салып, ең соңында қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң ұнымызды аз-аздан салып, венчиктің көмегімен араластырып отырамыз. Видеоның астында ұн қанша деп көрсетілген болса, сонша қосу керек. Ұнды көп қоспау қажет. Қамырымыз дұрыс болмай қалуы мүмкін. Қамырымыз қою болғаннан кейін қасықтың көмегімен илейміз. Мінекей, ұнның барлығын салып, енді қасықтың көмегімен қамырымызды илейміз. Содан соң қолымызбен енді үстелдің үстіне майымызды құйып, қолымызды және үстелдің үстін майлап аламыз. Ұн қосу қажет емес, одан гөрі майдың көмегімен илеген дұрыс қамырды. Осылай иін келтіріп аламыз да қамырымызды жақсылап илеп. Мінекей, қамырымыз осылай жұмсақ болып шықты. Бетін жауып 1 сағатқа алып қоямыз. Мінекей, 1 сағаттан соң қамырымыз осылай әп-әдемі болып көтеріліп шығады. Қамыр әдемі болып көтерілсе, бөлкелеріміз де әдемі болып, жұмсақ болып шығады. Үстелдің үстін және майлап аламыз. Қамырымызды жайған кезде, бөлектерге бөлген кезде де майдың көмегімен бөліп алған жөн. Ешқандай ұнның қажеті жоқ. Енді қамырымызды бөлектерге бөліп, өлшеп аламыз. Егер сіздің үйіңізде таразы болмаса, көз мөлшерімен бөліп алсаңыз болады. Менің әрбір бөлігім 92-93 грамм болып шықты. Шар секілдес қылып домалақтап алып, барлығын бөлектерге бөліп аламыз. Содан соң оқтаудың көмегімен жаямыз. Үстелдің үстін майлап отырған дұрыс. Қатты көп майлауға да болмайды. Қамырымызға дәмі ұрып қалуы мүмкін. Мен арасына, начинкасына варенье, өріктің вареньесін салдым. Начинкасына өз қалауыңыз. Қаласаңыз сүзбе салсаңыз болады. Қаласаңыз алма, жемістер кесіп салсаңыз болады. Менде начинкасына өріктің вареньесін, формасын осылай 2 шетін кесіп, арасынан өткізіп, шамамен 1 қасықтай салып отырдым. Жаңағы айтып өткенде 2 шетін кесіп, біреуінің арасынан өткіземіз. Мінекей, осылай. Енді үстіне жұмыртқамызды жағамыз. Жұмыртқамызды жағып болған соң 180 градустағы печкаға салып пісіріп аламыз. Градуста қызып тұрған. Мінекей, бөлкелеріміз жұмсақ, әп-әдемі болып пісіп шықты. Үстіне өз қалауларыңыз, ұнтақталған қантты сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады.
барлығын осылай пісіріп аламыз, әп-әдемі қылып. Егер де сіздерге менің ұсынған рецепттерім ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар, себебі мен сіздермен алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Ортасының өзі жұп-жұмсақ, әп-әдемі болып пісті, қараңыздаршы. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге 100% ұнайды деген үміттемін. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.